Облыс әкімінің уәкілдіктері, әріптестер және бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданының ұшу-қону жолағы бар әуежайы экологиялық жобалардың материалдарды және құрылыс монтаж жұмыстарына байланысты қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 73 бабына және Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетті атқарушы 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде Шапен Қали Арқатұлы, хатшы ретінде Үмбет Айзада Бақбергенқызы кандидатурасы ұсынылады. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Жоқ. Қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Аталған азаматтарға қоғамдық тыңдаудың жұмысына кірісуге рұқсат. Бұл қоғамдық тыңдаудың мақсаты тапсырыс беруші Қазаэронавигация компаниясы қоғамды таныстыру және хабарландыру болып табылады. Жобаны жасақтаған жеке шаруашылық серіктестігі проект институт Семипалатинский район проект. Баяндама жасауға 5 минут, қосымша сөйлемдеушілерге 3-5 минуттан беріледі. Келісеміз бе? Осы регламентпен келсеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібі және регламенті бір ауыздан бекітілді. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, негізгі баяндамасын тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшсек. Компаниямен таныстыру мақсатында күн тәртібінің мәселесі бойынша сөз Үмбет Айзада Бақбергенқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылары, жергілікті тұрғындар, уәкілетті тұрғындар. Бүгінгі жобамыз Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданының ұшу-қону жолағы бар әуежай бойынша өтетін болады. Яғни сонымен қатар экологиялық жобалардың материалдарымен бірге. Бізде келесі нысанның орналасқан жері бойынша айтып өтетін болсақ, әуежай әкімшілік жағынан Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы аумағында орналасқан. Жобалау шекараларының учаскесінің ауданы 264 гектар жерді құрайды. Нысанның орналасуы Белқарағай ауылынан 1,267 км қашықтықта орналасқан, Өрнек ауылынан 2,352 км қашықтықта орналасқан. Ең жақын су нысандары Мысық, Қалқан, Жағалас, бояу жабын, лак бояу жұмыстары, гидрооқшаулау жұмыстары, жол құрылыс жұмыстары, сонымен қатар құрылыс монтажы жұмыстарына таратылған арнайы техника мен жабдықтар жұмысы болып табылады. Физикалық әсерлер шу, діріл болып табылады. Қалдықтар бойынша бізде өндірістік қалдықтар, тұтыну қалдықтары қарастырылған. Сонымен қатар бізде құрылыс кезеңіндегі әсер бойынша құрылыс кезеңі жоспарланған құрылыс басталуы 2026 жылға. Сонымен қатар құрылыс монтажы жұмыстарының ұзақтығы шамамен 20 айды құрайды. Атмосфералық ауа ластаушы заттарының барлығы қауіптілік сыныптары бойынша 27 ластаушы зат қарастырылған. Соның ішінде бірінші сыныптан 1 зат, екінші сыныптан 6 зат, сонымен қатар бізде құрылыс монтаждау жұмыстар кезеңінің әсер атмосфералық ауа туралы айтып кететін болсақ, бізде атмосфералық ауаның ластауын бағалау бойынша есептеу нәтижелері көрсеткендей құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңінде объектілердің заттардың ең жоғарғы жерүсті концентрациясы фондық ластануы ескере отырып, барлық ластау заттар бойынша санитарлық қорғау зонасынан, шекарасынан және жақын маңдағы елді мекендерге халық қоныстанған жерлер үшін предельно допустимый концентрациясынан аспайтындығын келтірген болатын. Әсері қысқа мерзімді және құрылыс алаңынан шектелген болып табылады. Келесі бізде осы пайдалану кезеңіндегі әсері бойынша атмосфералық ауа бойынша 12 ластаушы көздері ұйымдастырылған болып табылады. 22 ластаушы қауіптілік кластары бойынша 2, 3, 4 кластарға бөлінеді. Сонымен қатар жаңа айтылып өткен обув жылына 4,14 тонна атмосфералық ауаға шығатын болады. Ластау заттарының концентрациясы санитарлық қорғау аймағы және қорғау аймағы шекарасындағы тұрған үй аймақ тарымда шекті рұқсат етілген деңгейден аспайтындығын атап өткіміз келеді. Сонымен қатар қалдықтар бойынша менде экран көрініп тұрмасы, әуежайдағы пайдалану беру мерзімінің 2027 жылдың 1 тоқсаны болып табылады. Сонымен қатар бізде пайдалану кезеңінде әсер атмосфералық қоғамдық тыңдаудың қорытындысы бойынша хаттама жасақталады.
Онда бүгінгі мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертпелер енгізіліп түзетіліп, содан кейін ғана хаттамаға қол қойылады және қайтадан сайтқа жіберіледі. Қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Все, рахмет, көп рахмет сіздерге, сау болыңыздар.